Қайырлы күн достар, ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біз талдайтын тақырып қарыз алуды қалай тоқтатуға болады, қарыздан құтыламын деп шешім қабылдау туралы. Бұл жөнінде автор өз кітабында бірнеше нұсқаулық береді, бірнеше өз тәжірибесінен өткізген ереже береді. Осындай шарттарды ұстаған жағдайда адам қарыз алуды тоқтата алады дейді. Біріншіден, осознанность керек адамға. Яғни, ақшаны қарыз алу туралы шешімді өзіңіз қабылдадыңыз, соны мойындаңыз дейді. О баста сол қарызды біреу сізге әкеліп берген жоқ, оны алған өзіңіз. Соны осознанно қабылдап, мен осындай қарызым алдым деп мойындап, оны осознанно түсінуіміз керек дейді. Сондықтан дәл қазір өзіңіз жертва позициясында тұрсаңыз, сол жертва позициясынан шығуды ойлаңыз, жауапкершілікті сезініңіз деген шарт айтады, тілек айтады, ұсыныс айтады. Мен осымен толықтай келісемін. Қарызыңыз көп болып кетуі мүмкін, қажет болған соң алдыңыз, бірақ дәл қазір тығырықтан өзіңізді өзіңіз шығармасаңыз, ешкім келіп шығара алмайды. Соны осознанно келіп түсінуіміз қажет. Екіншіден, қарыздардан міндетті түрде құтыламын деген шешім қабылдаңыз. Жалпы кез келген адам, өз өмірінің авторы бола білетін адам жауапкершілікті өз мойнына алып үйренеді. Ал жауапкершілік дегеніміз не? Өзіне сөз беру және өз уәдесінде тұру. Сондықтан бүгіннен бастап қарызыңыз бар болса, қарызыңыз жаныңызға бататын болса, мен бұл қарыздардан міндетті түрде құтыламын деп өзіңізге уәде беріп, және позитив настройға ауысуға тырысыңыз. Сіздің қолыңыздан қарыздан құтылу келеді. Сіз құтылғым келеді, бірақ қазір жағдайым қиын болған соң бере алмай жатырмын деп ойлауыңыз мүмкін, сөйтіп жүруіңіз мүмкін. Бірақ бұл сіздің қалауыңыз ғана, шешіміңіз емес. Ал шешім қабылдаған кезде сіз жағдайдың үстінен қарап басқара аласыз. Довлатовтың сөзі толыққанды жанды. Енді осы орайда мен өзім автор «Своя жизнь» деген кітаптан алған ақпаратты қосқанымда, ол жерде айтады, кез келген адам өз өмірінің сценарийін өзі өзгерте алады, түзей алады дейді. Қай кезде түзей алады? Ол егер де өз өміріне осознанность түрде жауапкершілікті өз мойныма аламын деп шешім қабылдағаннан бастап дейді. Біз ожиданиемен өмір сүреміз. Жақсылықты, мейірімді, барлығын біреуден күтіп жүреміз. Адам жауапкершілікті өз өміріне алып, бұл менің өмірім, менің қарызым. Қарызды ала білдім, демек құтыла аламын. Алла тағала бұл қарызды құтыла алатын болған соң, кезінде бергізді деген шешімді қабылдаған сәтсе, сондай ойды түйсікке жеткізген сәтсе, қарыз деген сізге дым емес болады. Үшіншіден, сіз енді өзіңізге осыны уәде бердіңіз, шешім қабылдадыңыз. Үшінші қадам ар-ұяттың тазалығын сақтау дейді Довлатов. Бұл жерде қандай нәрсе? Шешім қабылдағаннан кейін өз принциптеріңізге қайшы келетін әрекеттерге ешқашан бармаңыз. Өзіңіздің алдыңызда адал болып үйреніңіз дейді. Яғни сіз өзіңізге өзіңіз сөз бергеннен кейін, өзіңізге өзіңіз уәде бергеннен кейін, ол уәдеңізді тағы да бір қарыз алатын сәт туындаған кезде ұмытып кетпеңіз, өз сөзіңізде тұрыңыз дейді. Бұл негізгі принцип дейді. Негізі өз өміріне деген жауапкершілікті мойнына алған адамда әрқашанда уәдеге берік болады. Сондықтан бүгіннен бастап өз сөзінде тұрамын деген принципті ұстануға үйреніңіз. Сосын қарыз алып үйренген адам көп жағдайда өтірік айта салуы, немесе жағдайының әзірге қиын екеніне шағымданып үйренуі мүмкін.
расымен де солай. Мысалы біреуден қарыз алсақ, егер де оның жағдайы керемет болса, бай болса, біз көп жағдайда оның ақшасы бар, күте тұрсын деген оймен бар болса да бермей жүреміз. Яғни сондай ойлардың барлығымен арылуымыз керек, өйткені сіз жауапкершілікті мойныңызға алдыңыз дейді. Әрі қарай кеттік. Төртіншіден тағы да бір ұсыныс автордан. Бұдан былай мүлдем қарыз алмауға тырысыңыз дейді. Бүгіннен бастап мүлдем қарыз алмауға өзіңізге уәде беріңіз, және тағы да айтамын, уәдеңізде тұрыңыз. Әрдайым қажет болған кезде ақшаны қажет еткен кезде қарызға алуды емес, қосымша табыс табу көзде көбірек ойлаңыз. Яғни біреуден жеңіл түрде ақша ала салуды емес, керісінше дәл сол ақшаны мен қалай таба аламын, қосымша қалай тапсам болады, менің қолымнан не келеді деген ой сізді мазалау керек. Өйткені қарыз адамды артқа лақтыратын, энергияны шамадан тыс жеп қоятын нәрсе. Расымен де солай. Энергияңыз таусылып, үнемі шаршап жүруіңіздің себебі сіздің басыңызда қарызыңыз көп болуы мүмкін. Бесінші ұсыныс: сын критикадан ешқашан қорықпаңыз деген ұсыныс айтады автор. Себебі әдетте біз біреуге қарыз болсақ, қарыз екенімізді жасырып, жұрттың көзінше, біреу сөзден қарызы сұраса қысылып, шынайы жауап беруге ұялып қаламыз. Ал бірақ сіз қарызыңыздың бар екенін, біреуге қарыз екеніңізді ешқашан қысылмаңыз, ұялмаңыз дейді. Бұл өмірде әртүрлі жағдай болады. Өз өмірінен мысал келтіргенде Давлатов үлкен бір аудиторияда, конференц-залда 200 кісіге сабақ өтіп жатқан кезінде қарыз алған адамы, яғни қарыз берген адамы келіп Давлатовты елдің көзінше масқаралайды. Сонда Давлатов еш қысылмастан аудиторияға қарап: мен бұл кісіден кезінде осындай қарыз алып едім, бірақ бере алмай жүрмін. Алдағы уақытта, осы уақыт аралығында беремін деп уәде береді. Сонда ол өмірінде бірінші рет елдің алдында қысылмай жауап бергеніне конференц-залдан шыққан соң өз-өзіне риза болады. Шын мәнісінде өте иманды адам, ешкімді алдамастан жылдар бойы өзінің құрастырған схемасы бойынша елден алған қарызының бәрінен құтылған адам. Ең соңғы 6-шы принцип, 6-шы ұсыныс: қарызды, жарайды, сіз қарыз алдыңыз, енді сол қарызды мүмкіндіктерге айналдырып көріңіз дейді. Енді қараңыз, бұл қандай мүмкіндік? Көп адам қарызға кіріп кеткен кезде жорғасы түсіп, өмірден түңіліп кетеді. Қарызға кірген адамдардың 10% ғана минусты плюске айналдыра алады. Енді ол плюсқа біз қалай айналдырамыз? Қарыз болып, қарызынан 10 есе құтылған адамдар бар. Соның бірі Дональд Трамп. Өмірінде 3 рет банкротқа ұшыраған адам. Бүкіл дүниесі күйіп кетіп, нөлден бастап өзін аяққа тұрғызған адам. Сондықтан сіз өз минусын плюсыңызға айналдыратын 10% адамдардың қатарына кіруге тырысыңыз дейді. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін әрдайым білімді толықтырып, тиісті кітаптарды оқып, миын пайдалы ақпаратқа толтырып, тығырықтан шығуға іздестіру керек дейді. Енді осы жерде 6-шы ұсынысында Давлатовтың айтқан ойымен менде толыққанды келісемін. 6-шы ұсынысты ол келесі бөлімдерде күшті етіп толықтырып жазып береді. Білімді қалай толықтырамыз, қайдан аламыз, неден бастаймыз, минусымыз плюсқа қалай айналдырамыз деген сияқты жауаптарды келесі ертеңгі күнгі сабақтарда, қорытынды сабақтарда мен толыққанды талқылап беретін боламын. Ең бастысы, Давлатов осындай шешімді қабылдаған кезде 9 ай ораза ұстаған екен, үзбестен, бір күнін қалдырмастан.
9 ай ораза ұстап Алладан жалбарынып сұраған екен. Сонда ең бастысы сізді барлық тығырықтан шығаратын ұлы күш иесі бар. Барлық нәрсенің өзіңізге ала бермей, бір мезгіл Аллаға да тапсыру керек екенін, бір мезгіл емес, өмір бойы тапсыру керегін айтады. Ол қадам бойынша түсіндіріп береді. Енді бірден аудио жазбаны үзбей, екінші сананы басқа толқынға ауыстыру керек деген нәрсені тоқталып өткім келеді. Осы жерде Давлатов сіздің миыңыз қарызды ойлай беретін дәрежеде тұр қазір. Әбден минусқа кіріп кеткенсіз. Енді сіз вы должны переключиться на другую волну дейді. Санаңызды басқа толқынға ауыстырасыз. Мышление должника сізде бар. Сол мышление должниканы ауыстырасыз. Қалай? Ең алдымен бір нәрсені түсініп алыңыз. Әрбір қарызға кірген адам санасын іске қосып, осознанно өзіне бір нәрсені түсіндіру керек дейді. Сіз жаман болғандығыңыздан қарызға батқан жоқсыз. Сіз Алла тағаланың маған берген бұл қандай да бір жазасы деп ешқашан қабылдамауыңыз керек. Алла тағала, егер де сіз осыншама қарызды мойныңызға іліп қоятын болса, демек сіз сол проблемадан шыға аласыз деген сөз. Сіздің қолыңыздан бұдан да ірі істер келетініне сенді. Сіздің осы тығырықтан, осы қарыздан шығып жүріп құтқара алатыныңызға сенді. Соны білгендіктен сізге осындай қарыз алуға мүмкіндік берді деп айтады Давлатов. Бұл оймен толыққанды келісем, себебі кез келген адам қарызға кірген кезде мұқтаж болғандықтан, қажет болғандықтан кіреді. Білімсіздігінен, білместігінен батпайды. Енді қандай уақытта біз қарызға білместігінен, білімсіздігінен кірді дейміз? Егер де біздің ақшамыз қарызға алған мақсатсыз жұмсалатын болса, жақсы өмірді, комфортты өмірді аңсап, тек қана далаға шашып жіберетін болсақ, ал егер де кешегі ипотека, баспана алу үшін кірмесек, біз үйді ала алмаймыз. Сол сияқты одан құтылу жолын осознанно қарастырып кіретін болсақ, бұл сізге берілген тағы да бір мүмкіндік. Сондықтан сіз сананы басқа толқынға ауыстыру үшін өзіңізге мен тиісті білім мен дағдыларды меңгеремін деп айтуыңыз керек. Тиісті білім мен дағдыларды игеріп алған соң, міндетті түрде нәтижеге жетемін деп өзіңізге өзіңіз сөз беруіңіз керек. Бүгінгі қиындықтар сіздің қандай да бір басыңыздан өткерген күнәларыңыз үшін емес, ол сізді өсіру үшін, тағы да бір белестен көтеру үшін берілген мүмкіндік деп қараңыз деп айтады автор. Сондықтан да енді мен қалай жетістікке жетемін, қалай өз мақсаттарыма жетемін деп ойланыңыз дейді.